Баршаға сәлем. Күйеуімнің жұмысынан балаларға жаңа жылдық сыйлық келді. Ішінде тәтті толған пакет және мойынға салатын жып-жылы жұмсақ шарф. Жанында аппақ конверт бар екен. Ішінде ақша ма деп ашсам, жаңа жылға құттықтау сөздері жазылған открытка. Балалар шыдамай тәттілерді жеп бастады. Сенесіздер ме? Бір күннің ішінде қаншама тәттіні жеп тауысып тастады. Одан атамның жұмысынан да бір пакет толған тәттілер келді. Бала қанша жесе де тәттіге тоймайды ғой. Мен жейм деп камераның арқасында күтіп тұр ғой. Күте тұрыңдар, мен распаковка жасап аламын, сосын жейсіңдер деп күткізіп қойдым. Әрине, Қазақстан шоколады балалардың жақсы көретін, ішінде тәттілері көп екен. Балалар жейді-ау деген шоколадтарын беріп, қалғанын салып тастадым. Атам маған осындай пирог алып кепті. Ал енді отырып, осы тәттілермен кешкі тамағымызды жеп, шайымызды ішіп алайық. Балалар әр жылдың соңында тәттіге тояды ғой. Садиктен, мектептен, жұмыстан өзіміз де алып береміз.